Сәлем құрметті көрермендер, бүгін біз сіздермен осындай керемет, жұмсақ, дәмді тілі үйретін рогалики әзірлейтін боламыз. Алдымен дрож, ұн және шекер қосылған сүтке жұмыртқаларды қосамыз. Содан кейін жақсылап тұрып, қасықпенен араластырамыз. Содан соң оның үстіне сары майымызды қосып, тағы да қасықпен үстін мұжып араластырамыз. Содан кейін сары майымыздың үстіне араластырып болмай жатып та қоса беруге болады. Үстіне шекер қосамыз да, жақсылап тұрып, сары майымызды ерітіп араластырамыз. Үстіне ұн қосамыз. Қасықпен араластырамыз. Ұнды біз қамыр қолға жабыспайтындай болғанға шейін қоса беруіміз қажет. Өз қалауларыңыз бойынша какао қосасыздар. Мен мысалға какао қостым, менің қамырым сәл қоңырлау болып шықты. Ал егер сіздер рогаликтеріңіз сарылау, ақшылдау болған қаласаңыздар, сіздер какао қоспасаңыздар болады. Видеодағыдай қолмен араластыра береміз. Қамырымыз дәл видеодағыдай болып шыққанға шейін араластырылуы қажет. Содан кейін оның бетін жауып, қамыр көтерілгенге шейін қалдырамыз да, бірінші көтерілгеннен кейін оның үстін басып шығамыз. Одан кейін екінші көтерілгенге шейін күтіп, екінші көтерілгеннен кейін ғана біз қамырымызды кесіп орауды бастаймыз. Қамырымызды осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Кейін бізге оңай болу үшін бөліп шығамыз. Осылай домалақтап бізге дайындап қоямыз. Домалақтаған қамырымызды жаямыз. Жайылған қамырымыздың үстін бөліктерге бөліп шығамыз. Осындай үш бұрыш болып бөліну керек. Егер біздікі сияқты формадағылып орасаңыздар, ішіне начинка салсаңыздар болады. Мысалы джем, вареный сгущенка секілді. Мен шоколад, вареный сгущенка салдым. Өз қалауларыңыз бойынша ішіне начинка қосасыздар. Орап шығамыз. Кейін бұны духовкаға 180 градусқа 20-25 минутқа салып шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағуды ұмытып кетпеңіздер. Осылай мені вареный сгущенканы жасап шықтым. Енді ораудың басқаша түрін көрсетейін. Осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Кішкентай бөліктерге сөйтіп осыны домалақтап шығамыз. Қамырымызды жаямыз. Видеодағыдай қылып қайталай береміз. Екіге бүктейміз. Тағы да оны арғы бетіне аударып, екі жағын бүктейміз. Ортасын екіге бөліп кесеміз. Содан кейін сол бөлінген бөлігін арғы бетіне қарай өткізсек, бізде бантик шығады. Осындай темпте жалғастыра береміз, сонда бізде бантик шығады. Содан кейін біздің қамырымыздың бетіне жұмыртқаны жағып жатқан кезде басқа рогаликтердің бетін пакетпен жауып қоямыз, қатып қалмау үшін. Бетіне жұмыртқа жағып болғаннан кейін бетіне кунжут, мак сеуіп шықсаңыздар болады. Мені осылай 180 градуста 20-25 минутқа духовкаға салғаннан кейін осындай керемет, жұмсақ, дәмді тіл үйретін рогалики шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.